Жолдастар, таможняға кіріп, саған мынау не деген фура? Квартира ғой. Короче говоря, қысқаша айтқанда, жолдастар таможняға кіріп, документтеріміздің бәрін алып, қағаздардың бәрін реттеп, бәрін жинап қойып, папкаға салып, папканы байлап, жүгімізді артып алып кетіп бара жатырмыз. Қазір жатып демаламыз, ертең азанда База Цуфлен деген бір не бар, қала бар, База Цуфлен деген, соғалаға қарай барамыз. База Цуфлен, ё-майо, үйге келіп әйелің, ақшаға етсе, қандай құқтап тұрсаң? Қандай құқты көрсем деп, сковородканың басыңа кигіз жібереді. Так, кеттік. Кетсек кеттік әкесін алсын. Есің барда елің тәптек тезірек жұмыс істеп алып қайтайық. Ауылға, көкем бар еді, ауылда айтады. Не істеп жүрсің, ояқта Германия не істеп жүрсің дейді. Келмейсің ба ауылға? Мұны птицефабрика істеп жатыр. 80 мың теңге айлық төлейді, 80 мың теңге. Ішіп алса, сондай анда-санда әңгіме айтатыны бар. Жүрсің, бөтен келді. Сөйтіп айтады енді. Мырзахан деген братан ғой біздің көкеміз. Мәжит деген көкем бар. Жетеді әйтеуір. Мұрат деген ағамыз бар. Реально Балтабек деген ағам бар. Реально. Нағашы ағаларымыз ғой. Балтабек деген. Қазір білмеймін енді. Қазіргі заманда Балтабек, Мырзабек деп балдардың атын қойып атқан адам азау деймін, жанұя азау деймін. Бәрінің қоятыны Диана, Пиана, там Луиза деп неше түрлі аттар қойып атыр ғой шетелдік. Диас, Пиас, анау мынау деп. Мырзахан, Балтабек, Қожаберген деген ағаларымыз бар. Ой, е-майо. Ұмытылып бара жатыр жаймен салт дәстүр. Кейбіреулер айтады да, осы 20 жыл Ресейде болдың, енді қазір Германияда жүрсің, қалай ұмытпағансың дейді да. Қазақ тілің. Мен ойлаймын, қалай ұмытасың? Туған тілің ғой сенің. Күттәйінен сол үйде анам сол асырап, бағып, қазақша сөйлеп келіп алам деп. Білмеймін. Ешкімді сөгіп атқан жоқпын. Анау біздің мынау отандастарым туралы да айтып отқан жоқпын. Мен қазақша сөйлей алмаймын деп тұратым. Балтамен аузына ұрғым келеді сондайларын. Ладно, бәрін айтты, бірін айтты дейді, кеттік әйтеуір. Шаршап кеттім что-то. Азаннан кешке дейін сол тас шаппасаң да сол тас шапқандай болып жүр. Так. Машинаны қойып үйге барайық. Осы Гамбургте квартира снимать етіп алғанмын. Айына 1600 евро. Айына 1600 евро. Просто пәтер жалдағаным. Бір жағынан қарап отырсаң қымбат, бір жағынан қарап отырсаң қымбат емес. Бірақ егер айлығың 3000 евро болса, оның 1700, 1500 евро квартираға кететін болса, қалатыны 1,5 не ғой? 1,5 евро ғой. Мен осым санап отырмын, осы чисто дальнобойда жүріп, қазір айына тамаққа кететіні где-то бір 300-400 евро тамаққа кетеді екен ай сайын. Біреулер оны көп деп айтуы мүмкін, біреулер оны аз деп айтуы мүмкін. Тамақ қымбат енді, не дегенмен тамақ қымбат. Бірақ тамақ сапалы. Тамақ сапалы, сапасы бар, жақсы. Немістерін білмегенің болмаса, швайн дегенін әйтеуір енді шушқан еді, сол швайн жемесең болды, бәрі нормально. Поворотник қостың ба, артындағы машина тоқтап, моргать етіп, сен өткізіп жібереді. Мынау қайда бара жатыр деп. Өлермен деген ондай әңгіме жоқ.
Мынау да тоқтап қалды. О, бейшара. Мен мынаған рахмет айтып отқасын ойлады ау, мен оңға кетеді деп. Қысқаша айтқанда, жолдастар, взаимоуважение болу керек қой. Бір-бірімізді сыйлап жүрейік. Жолда болсын, көшеде болсын, далада болсын, қай жерде болса да бір-бірімізді сыйлап жүрейік. Бір-бірімізді сыйламасақ, кім сыйлайды бізді? Бүгін айтпақшы бір қара Volvo көрдім. Қазақстанның жалауын тағып алыпты. Орып бара жатыр, шанын бұрқыратып. Ё-майо, как-нибудь ұстап алып сөйлесу керек сол жерде. Қаяқтықсың, анау, мынау деген сияқты. Келіп отырсайшы, там, нең бәр деген сияқты. Бас алып көреді, басша жібере аласың ба, там, сабыра жасап жіберейік дей ма? Ой, чё там, братан, анауды мынау. Өмірінде бір рет қаужап едік, дым болмай атыр ма деп кеткен дейді ғой, ол байске әңгімені айтып. Короче, зорға дегенде талон берді, кейін алса. Шамалы жатырқайды мына терминалдарын. Талон алып кетіп бара жатырмыз. Келе жатқан жеріміз ляга дейді. Ле деген бос деген сөз ғой, ляга деген лагер деген сөз. Ляга. Осы жаққа келіп, қазір мына пустой контейнерімізді тапсырамыз да, одан кейін әрі қарай барып, 7-ші рампың астына тұрып, новый контейнер аламыз. Вот солай соқыр Николай кейін. Әйтеуір контейнерді тастап кетіп бара жатырмыз. Қазір 7-ші блокқа барып, новый контейнер аламыз. Әрі бері өтіп атқан адамдар сигналит етеді. Сөйтсем, біздің де көрермендеріміз көп екен осы жақта. Дядь Володя дейді, Валдис дейді, Мартин дейтін неше түрлі бәлелер әйтеуір қол көтеріп амандасып. Рахмет бәріңе. Өшірет. Қазақша айтқанда өшірет. Ешқандай кипиш жоқ. Спокойно бір-бірімізді өткізіп жіберіп жатырмыз. И өшірет бойынша спокойно өтіп жатырмыз. О, біздің машина келе жатыр. Мынау біздің машина. Үсті басының бәрі, наколка құлағының бәрі сырға, неміс қой біздің. Олым көтеріп күлет. Вот солай енді жолдастар. Контейнерімізді алып, енді жаймен ұрып бара жатыр. Мына жерде тоқтап тұру керек, өйткені үлкен анау погрузчиктер жүреді, қақып кетуі мүмкін. Сен көрмейді уже. 4 этажды несі бар, погрузчигі бар, сол погрузчиктің ішінде отырады. И шығуға очередь. Мына жерде тағы бір терминал бар, сол терминалға барып, карточкамыз бар, сол карточканы тигізіп, мынау жатқан қағаз береді, сол қағаз аламыз да шығамыз. Бүгінге енді осы предпоследний рет келіп тұрып, осыдан кейін тағы да бір рет келіп, мына пустой контейнерді тастап кетеміз. Сонымен болды. Сонымен бүгін дем аламыз. Жиырма 22 шақырым қалды, 22 емес, 19 шақырым қалды, 22 минутта Құдай қаласа жетеміз. Жетіп, осы жүгімізді тапсырып, алдында айтқандағыдай кері қайтамыз. Қалай жасалады екен бәрін қазір сіздерге көрсетермін. Жеттік әйтеуір. Ұрып келе жатсаң, Лада деп тұрға кең ауыз. Нива сатып тұр, мынаны қарасай. Біздің советский Нивалар ғой мынаның бәрі. Ё-майо. Жақындадық әйтеуір. Әр шопырдың өзінің кесетіні бар. Сонымен қазір кесіп, мына жерге көреміз. Тап-таза, сідік сасып тұрған жоқ. Басқа стоянкілер сияқты. Қолбағымызды алып, машинамызды берейік. Осы жұмысымыз. Күнде жасайтын жұмыс осы. Өзіңмен өзің ешкімнің шаруасы жоқ. Тамаша машинаға мініп алып, навигаторы бар, анау-мынау бар. Соңыра базаға жеткесін тоқтап, міндетті түрде мына ішінде не бар екенін шамалы обзор жасап жіберермін қазақ тілінде. Біздің мына Қазақстанда жүрген машиналардың көбіне қарағанда бұл айырмашылығы бар. Ол мына қап-қарашкілер де көп. Соңғы кезде қап-қарашкілер көп болып бара жатыр. Дей ма? Так, Қазақстанда да енді бар шығар бұндай Мерседестер. Бар шығар енді. Жоқ деп айтпаймын енді. Бірақ білейін енді айтатын жоқ енді. Мынаусы ішінде, сыртында камера тұр анау. Дисплей ішінде көрсетіп тұрады не болып атқаның. Мына жерде мынау қандай знак, не екен бәрін көрсетіп тұр.
знактың бәрін оқиды, осының бәрін соңыра обзор жасап жіберерміз. Пока есің барда елің тап дейді, ауышып кетпей тұрғанда жетіп алайық тезірек. 3 минут пробка дейді. 3 минут енді 30 минут емес енді. Жетіп әйтеуір. Мынау Шымкенттікі ғой мынау, ё-моё, номерін қарасай. 13 дейді. Кстати, Қазақстанның життері өте көп, Қазақстанның жалауын салып алған. Мен осы Қазақстандағы жолдастарыма хабарласқанмын. Рүстем деген жолдас жігіт бар Жамбылдың. Рүстем, короче, жалау керек деймін. Айтсаң болды ғой, братан дейді. Нешеуін салайын дейді, біреу жетеді. Онымен қоса, короче, жалауымен қоса тағы да бір Қазақстанның несі ғой, сувенир. Мен мақұл, салсаң салыңды. Сөйтіп, короче, маған звондап тұрды. Братан, не десем? 60 мың теңге ма, 70 мың теңге сұрап тұр дейді. Германияға паспортқа. Мен қой, 60 мың теңге ол бір қой ғой почти. Өзім барып алып кетермін деймін. Сонымен сол жалаусыз жүріп, короче говоря. Бар жалаудың бәрі сынып қалыпты, кейін ауыз. Креплениясының бәрі сынып, оны тағатын жер жоқ. Сөйтіп, короче, жүрміз. Так, ЦТТ 10-ға қарай дейді. Знакты көрдік қой. Кеттік әйтеуір жаймен. Өстіп, шетелде жолдастар жұмысымызды жасап жүрік. Осы комментатор жеттер айтады, ауылды сағынбайсың ба? Ауылды қатты сағынасың. Тем более бөтен елде жүргенде ауылды қатты сағынасың ғой. Прям бәрің тастап ауылға кетіп қалың білет анда-санда. Бірақ өзім қой деп, қой. Сабыр, шүкір. Өзіміздің алдымызға қойған мақсаттар бар, сол мақсаттарға жету керек. Айтпақшы, мақсатқа үлкен сәлем. Осы жақта біздің подписчигіміз бар. Жолдас жет жерлеш мақсат деген. Вот солай жолдастар. Бәрін айтты, бірін дейді. Мынауын КамАЗдың выкидыші ғой мынау. Мала литрашка. Бұл жақта біздің қазақ құсап джипке мініп жүрген адам аз. Джипке мінетіндер сол айдалаға бір шығатын адамдар болмаса, қарапайым адам өзіне әшейін барып 200 Прада сатып алмайды. Бізде ғой қазақ беспонтовы қазақ дейді, ақшасы бар болса бар Прада мініп алады. Бұл жақта ондай жоқ. Аузым көпіріп әңгімені айтып отырсам, поворотым 10-ға қарай екен ғой, ё-моё. Онға кетеміз ғой. Через 200 метров поверните направо. Көбісі өте жақын тұрады да, кейін ауыз. Шошайып тұрған құлақ құсап, айнамыз бар, камерамыз бар, соң тиіп кетпесе болды әйтеуір. Поверните направо. Так, кеттік. Әйтеуір үйреніп жатырық әйтеуір. Жаймен бәріне үйреніп келе жатырмыз. 3 күннен кейін көрге де үйренеді дейді ғой адам. Так, жетіп қалдық. Следуйте через круговую развязку и выберите второй съезд. Мынаның бәрі жатқан склад. Склад, терминал, ё-моё. Шатасып кету, прям 6 секунд. Ағылшын тілін білмесең, енді қиын болады. Неміс тілін айтпай-ақ қояйын енді. Германияда жүріп, неміс тілін білмеген енді ұят деп ойлаймын енді. Қайда жүрсең дегенде жүрген мемлекеттің тілін білуің керексің ғой, бірақ неміс тілі қиын енді. Ё-моё, sprechen Sie Deutsch-тің басталады, әрі қарай кетеді. Так, 3-ке дейін кір деген, 3-ке дейін үлгіреміз-ау деймін. 2-ден 58 кетті. Қазір резко оформление жасап жібереміз де кіріп кетеміз. Держитесь левой стороны. Походу мен қайтадан ерте келдім аудың. Ерте келіппін. 16:00-де жарты сағатқа дейін кіруіңе болады. Жарты сағат қалғанда кіруіңе болады. Қазір походу бізге барып демал дейді ғой. Сондықтан да қайтып шығып, бір жерге барып тұрып, жарты сағат қалған кезде кіру керек уже. Басқа вариант жоқ. Амал готовый дейді ғой. Ялмаса, так, шықпай қойық, осы жерде тоқтап тұрып,
сосын барып шығып, сосын барып уже жарты сағат қалған кезде шығып қайтып кіреміз. Сол басқа амал жоқ. Айттым ғой әкеңнің аузы. Так что бір жерге барып тұра қалу керек. Мына жерге кіріп кетіп тұраса, жоқ, бұл жерге кіруге болмайды. Или әлде әрі қарай барып тұрамыз ба? Әрі қарай барып тұрайық. Саған кептеліп қалыпты ғой мынаның бәрі, әкеңнің аузы. Жерге барып тұра қалайық енді. Контейнер пустой, мынандай фуралар кіретін жерге кіріп келе жатырмыз. Қазір кіріп немізді аламыз, жаңа контейнерімізді алып әрі қарай кетеміз. Уже все, осы соңғы рейс бүгінге. Шаршап кеттім, 1-2 сағаттың ішінде бітіріп тастайын ба дедім. Қайда? 10 сағат болды рөлде келе жатқаным. Азанға 6-да шығып едім, сағат 16-дан 4 болды уже, 16-дан 14 кетті. 10 сағат болыпты уже рөлде отырғаныма. Жұмыс осы үшін енді ақша төлейді. Осы үшін енді ақша төлейді. 3000-дай примерно шығады, айлық 3000 евро. Суббота-воскресенье демалыс, вот, законный. Так что бәрі нормально, Құдайға шүкір. Юра деген айтпақшы біздің немізді кездестірдік, подписчигімізді. Тамаша жігіт екен, жерлес. Айтып жіберді, мен бірінші рет мына жаңағы складқа барып бірінші рет тапсырғанмын осы контейнерімді. Алдында болып көрген емеспін ана складта. Мынау А ғой, анау Б. Е-майо. Миың ашып кетеді ғой, ми ашу ғой мынау А, Б, ЦТТ, ЦТА, ЦТЦ, ХХА, ХХЛ, ХХЛС. Е-майо. Миың деген қамыр болып ашып, мұрныңнан құлағыңнан ағады ғой, мына миыңды қоспасаң, прям жонырып кетуге болады мынаның бәрінен. Бірақ бұның бәрі тәжірибе ғой. Бір жерде көтің жалпиып отыра берсең, ақша жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, қатын оңбаған, бастық оңбаған, әйелім осындай, бала жақа оңбаған деп отыра берсең, өмірің оңбайды ешқашан. Бірдеме істеу үшін, бірдемеге жету үшін шамалы көтті көтеріп қимылдау керек. Қолы қимылдағаннан аузы қимылдайды дейді жолдастар. Мақалмен айтатын болсақ. Көп болды, что-то мен мақал айтпағаныма деймін. Өйстіп әйтеуір жонырып кетеді адам. Дальнобойщик болып, блогер болып, өзімен өзі сөйлесіп, машинада кейде адамдар қарайды да өйстіп. Камера тұрады андай жерде. Осындай жерде камера тұрады. Сол камераға сөйлеп отырсам, адамдар қарайды да, таң қалып, мынауың бір жынды ма? Ауыш па, кеміс па, ноқаты. Шегіп алған ба дейді, түріне барасам, походу қазақ оны шегіп алған шымкентский жігіт деймі. Йо-майо, өстіп кіреміз енді жолдастар. Машина деген қаптап тұр ғой мынау. Йо-майо, не болып кетті мынау. Бастағы бит құсап. Айналаның бәрі фура. Система былай ғой жолдастар. Міне келіп тірелдік. 3 полосам толған фура. Әр полосадан біреуден өтіп, спокойно, очередте бір қырғын шығармай, айқай шу шығармай, спокойно, жаймен өтіп, өздерінің нелерін алып, контейнерлерін алып, спокойно шығып кетеді. Вот солай, Соқыр Николай. Машина көп қой. Өткізбейді, мынауың отыр, мұрнын шығып, азаннан кешке дейін. Ана жігітті өткізбей жіберді. Осындай шамалы мәдениетсіздіктерде бар екен. Так, походу корабль келген-ау деймін. Біздің Қазақстанның жігіттері көп екен. Мына атамыз үлкен кісі енді, 60-тан асқан кісі. Чудың жігіт екен, Балқаштікі. Келіп, машинаны танып, о, сен ғой, Алеке, жерлес дейді, короче, бәрін таниды екен осы яқта. Алексі де таниды, сен де танимын, жерлес, анаудан мынау әңгімесін айтып, сенің роликтеріңді көріп, Қазақстанда сол үйде болғандай болып қайтам дейді да, 30 жылдан асып кеткен осы яқта тұрған. Көшкісі келіп жүр, көшем дейді. Өйткені 30 жыл болды осы яқта тұрғаныма, бәрібір туған Қазақстаныма жетпейді дейді. Вот осындай
біздің ардагерлеріміз Виктор деген ағамыз қайда жүрсе де, орыс болса да Қазақстанды сағынып жүр. Оң жағын, сол жағын, алдың, артың бәрі фура ғой. Ё-майо. Әлемде осы фура көп қала болса, осы Гамбург сол қалалардың бірі. Қой, Ослодан соң қайтайық, үйде мал бар дей ма? Суару керек, емдеу керек, сол қайтайық әкесін ауыз. Есің барда елің тап дейік.